Ассаламу алейкум достарым. Сіздермен бірге Заңгер Шыныбаев Марғұлан 42.500 теңге туралы біраз айтып өтейін деген. Кімге тиесілі екені бәрімізге мәлім шығар, иә. 42.500 теңге әлеуметтік көмек ол табысынан айырылған азаматтарға, жұмысынан жаңағындай ақысы демалысқа шыққан азаматтарға, бірінші, екінші, үшінші категориядағы инвалид адамдарға және жұмыс табысын жұмыс істеп жүр, бірақ жұмыс табысын ресімдемеген адамдарға, және еспі төлеп алатын адамдарға, иә. Осындай бірнеше категорияларға және декреттегі бір жылдан асқан адамдарға, әйел азаматтарға тиесілі, иә, 42.500 теңге. Енді 42.500 теңгені қайтару туралы қазір информация бізде жүріп жатыр, барлық немеде, бұқаралық ақпаратта, соны айтып өтейін. Нақ қазір қаулы шыққан жоқ, иә, 42.500 теңгені қайтарсын деген. Сонымен қатар жауапкершілік туралы енді шын мәнінде жауапкершілік бар сондай категорияларға. Қылмыстық жауапкершілік, бірақ ол үшін қамамайды, әкімшілік жаза ғана болуы мүмкін жағында. Бірақ кеше ғана министр бізге түсіндіріп айтты, кімдер тексеретін. Тексеретін екі категория адамдарды, яғни компаниялар тексереді, пенсионканы жағын басқа да аударған адамдарды, и жұмыскерлер жұмыс істеп жүріп, айлық алып жүріп 42.500 теңгені алған адамдар. Осы екі категорияны ғана тексереді. Сондықтан менің есебімше қазір 42.500 теңге алған адамдарға қайтаруға асықпаса да болады. Нақ қаулы шықса 10 күн, 20 күннің ішінде қайтар деп, сол кезде қайтарып берсе де болады.